Енді қонақ кеткесін біз не дейміз баламызға, берші маған, мен саған күшті кәмпит алып беремін деп айтамыз анаған. Немесе сен маған бер, сосын мен саған көп ақша алып беремін дейміз. Немесе яғни баланы алдаймыз. Ертең мен сені Алматыға апарамын, мен сені Астанаға апарамын, қалаға апарамын деген сияқты баланы алдап алып қоямыз. Сол адамдар қазір өсіп түрлі пирамидаларға алданып жүр ғой. Олар сенеді де бәріне. Алданатынын біліп тұрып сенетін солар. Или болмаса бала ақша ұрлайды, ақша ұрлағасын біз оны ұрамыз. Олар қазір өскенде ақшаға бейсаналы түрде жоламайды. Неге? Сата алмаймын дейді ақша. Өйткені не деген программа бар? Ақша это наказание. Қазір ақша табайын, мен наказать етеді. Лучше наказаниесі де құрсын, ақшасы да құрсын, осылай жүре берейін. Мен неге курс ала беремін? Курсты алғасын реклама маркетингтің құрбаны болады. Потому что сіз детский позицияда, кішкентай бала білмейді өзіне не керек екен. Мынау менікі деп жылай береді. Сіз сол сияқты қызығасыз. Анау бай боласың дейді, мынау сексуальный боласың дейді, мынау сұмдық изобильный боласың дейді. Бәріне сене бересіз. Бір нәрсе жетпейді. Яғни сіз детский позиция, сізге бірінші есею терапиясын жасау керек. Осознанность жоқ сізде. Менде сұрақ товарымды қалай сатамын деп, сіздің 90 күндік сабақты оқып жүрмін дейді. Мен товарды қалай сатамын деген сұрақ жоқ. Мен товарды сатса, мені жек көріп қала ма, товарымды қайтып бере ма, маған жаман сөз айтып жібере ма, мені алаяқ деп ойлайтын шығар. Товарды любой адам сатады. Бірақ мен товарды сатқаннан кейін қандай проблемаға тап болуы мүмкін, осы нәрсе біз қорқады. Мысалы, бізге қазір маған ақша керек деп келеді ғой, 99%-на керек ақша емес. Мысалы айтады, мен ақшам болмаса, мені унижать етеді қайын жұртым, мысалы үшін да. Менің енем абысынымды ғана сыйлайды, потому что абысыным ақша табады. Бұл детский позиция. Бала кездегі, кішкентай кезімізде біз айтамыз, бала кезімізде біздің мұғалім байлардың баласын жақсы көрген, примерно мені жақсы көрген жоқ, потому что мен кедей болдым деген бірдеңе тауып алады да, өмір бақи осы установкамен жүреді. Мен ақша табу керекпін. А шындығында ол ақшаның артында басқа нәрсе тұр. Не тұр? Өзімді сыйлатқым келеді, керек болғым келеді, внимание алғым келеді, важный болғым келеді, атақты болғым келеді. Мысалы, тойға барсақ, біз автомат түрде босағада бүрісіп отырамыз. Не үшін? Ақшамыз жоқ, бейшарамыз, байлар төрде отырады деген түсінік бар. Сондықтан да біз бірінші ақшамен тікелей жұмыс жасамаймыз. Ақшаның артында қандай запрос бар, осыны табуымыз керек. Ақша бітіп қала ма деп қорқып жүрмін. Бұл да детский травмадан. Ақша бітіп қалған кезде мамамыздың қатты қиналғанын көрсек, құдай, енді мынаны қалай төлеймін, қалай жеткіземін, қалай табамын деген үлкендерден алған қорқыныш өскен кезде бізді осы проблемаға алып келеді. Ақша бітіп қала ма деп қорқып жүресіз ба? Ақша ол бітеді. Сол үшін Брайан Трейси не деп айтады? Ақшасы көп адам дейді, қорқынышы бар болатын болса, по-любому ақшадан айырылып қалады дейді. Ал қорқынышы мүлде жоқ адам қандай кедейшілік жасайын болса да ол шығып кете береді дейді. Яғни сізді байлыққа жеткізетін ең бірінші саталу емес, байлыққа жеткізетін сіздің бай ата-анаңыз емес, байлыққа жеткізетін сенімділік. Қорқыныш бар жерде сенімділік жоқ. Ақша деп өлетін болдыңдар ғой дейді. Міне мына кісі өзі фейктен жазып отыр оның өзін, қараңыздар, ақша деп өлетін болдыңдар ғой дейді. Мына өзінің травмасын айтып отыр. Бұл кісі біз туралы айтып жатқан жоқ, өзі айтып отыр. Видимо, өзі ақша деп шаршап жүр шындап келген кезде. Бізде бар ғой. Мысалы, әдемі қыздар, біреудің ақша жасап бір әдемі қыздар шықса, бір нәрсе айтамыз ғой. Иә. Анау бар ғой, өзі ешқашан ақша жасай алмайды ол адам. Уже мен қанша опыттан көрдім ғой. Иә. Біреу ақша жасап жатады, біреу сатады, әйтеуір бірдеңе істеп жатыр да. Мысалы, мен тренингтерде, мен офлайн тренингіме қатысқандар болса, қол көтеріп кетіңіздер. Мен бүйтіп айтамын. Қазір бірдеңе сатып жатса, ой, басталды мынау, пихать етіп жатыр, мынау сатып жатыр деп ойлайсыңдар ма? Маркетинг жасап жатыр, пускай. Ішіңнен просто рұқсат берші, жасасын маркетинг, сатама, сатсын, рекламама істей берсін. Неге запрет қоясың? Сен біреуге запрет қойып жатсың ба, сен өзіңе ешқашан рұқсат бермейсің ғой. Маркетинг жасауға, реклама жасауға, сатуға, товарыңды өткізуге. Естественно, оның артында өзіңнің блоктарың тұр да. Мен де осы сияқты қалай сатсам болады, или мен осы сияқты қалай маркетинг жасасам болады деген ми, бұл уже басқа мышление да. Если плюсын көріп тұрсам болса. Қыздар, мына жерде бар ғой. Мына жерде былай плюс қойып кете беріңіздер комментарийге. Сабақтың құны 100 мың теңге деп қойғанбыз. Балқы екеуміз 100 мыңнан қояйық, екеуміз бірдей почти наставник болып тұрмыз деп. Бірақ команда ақылдасты, өзіміз ойланып, Балқы екеуміз қош өзіміз халықты тонап кредитке кіргізбей қояйық. Өйткені мына жерде жазып тұр, менде 0 теңге дейді, пособием ғана бар, 30 мың теңге қатыссам бола ма дейді. Мысалы, ол кісі 100 мың теңге сабаққа қатысу үшін кредит алу керек. Ешкімді мәжбүрлемейік, сол қандай мүмкіндігі бар адамдардың бәрі қатыса алатын мүмкіндік жасайық деп сабақтың құнын 6 мың теңгеге қойдық. Байлық психологиясы атайып тұр ғой, бүкіл психология көреміз. Плюс деп қойсаңыздар болды, сіздерге барлық ақпараттар келетін болады. Сабақтың құны 6 мың теңге. Свет вроде менде нормально тұрған сияқты. Қыздар, бір ғана плюс қойыңыздар. Қыздар, қараңыздаршы.
өтсе де кәдімгі үлкен терапиямен өтейін деп тұр да. 100 мың теңгелік сабақты бар болғаны 6 мың теңге. Бүгін 6 мың теңгелікті аяқтайық деп мен әпкеге айтып жатырмын. Ол осы эфирмен 6 мың теңге деген аяқтайық, ертеңнен бастап 7 мың теңге болсын. Осы эфирде үлгергендер үлгерді деп ше. Сондықтан қыздар, кім осы шынымен де сатуды үйренгісі келеді, шынымен де миымда осы мына екеуі қақсап қоймай қойды ғой. Мен алып көрейінші осыларды деп, еще жаңа сабақтар. Алып көргіңіз келе ма? 6 мың теңгеңіз қайқа кетпей жатыр. Просто әшейін сынап көру үшін болса да просто алып көріңізші сіз. Алып көріңіз, если ұнамай жатса, екінші бізде сабақ алмаңыз сосын. Жақындамай қойыңыз. Бір плюс қойыңыздар, қана 2-3 плюс қойсам маған тезірек жауап береді деп ойламаңыздар. Просто бір рет плюс деп жазыңыздар. Осы акциямен алғыларыңыз келсе, қыздар, 100 мың теңгенің сабағын 6 мың теңгеге алғыңыз келсе, комментарийге плюс деп жазыңыз. Сізге сразу ссылка келеді, дайректке 2 ссылка келеді. Біреу Каспи Пей, біреу WhatsApp. Сразу Каспи Пейге төлеп, сол WhatsApp ссылкаға чегіңізді жіберіңіз. Наоборот, сабақ 26 күні басталатын болды, өйткені мен жолда жүруіме байланысты мүмкіндік. Бір жерде отырып, спокойно состояние, спокойно көңіл күймен бастамасақ, ойымыз алаңдап кететін болды. Сол үшін Балқия әкеміздің де өте ыңғайлы уақытымыз 26 болып тұр. Бүгін мінекей 21 бүгін, иә? Ертең 22-сі, 23 күні тағы да эфирге шығамыз, 24 күні тағы да эфирге шығатын боламыз. Иә, бұның 5 мың теңгеден алсаңыздар тіпті жақсы, ол бағаны енді вовсе ол баға уже жоқ. Біз өткен айтқанбыз 5 мың теңге болады, сосын 6 мың болады дегенбіз. Уже бірден 6 мыңға өтіп кетті. Енді 6 мыңға үлгермесеңіз де 7 мың болып кете береді. Сондықтан да мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар. Жаңа әдемі қыздар деп айтып едіңіз деген. Мынандай ғой, қараңыздар, әркім өз ойынан хабар береді деп. Жаңа айтады ғой, бұлар ақша деп өлдіңдер ма, ұялмайды, алдап жатсыңдар деген адамдар кімдер? Олар өздерінің өнімдерін сата алмайтын, сол үшін ызалы да. Мыналар эфирге шығады, сатып кете береді, оңбағандар уже жынданады. Немесе мысалы қараңыздар, Инстаграмда бір әдемі қыздар шықса, соның астында қарға батқан әйелдер болады, иә? Оңбаған, осылар әркімнің семьясын бұзған. Бұл өзінің күйеуінің изменасынан шаршаған әйелдер ғой. Өзінің күйеуінің изменасынан, өзінің самооценкасы түсіп жүрген әйелдер әдемі қыздарды, жас қыздарды жек көретін болады. Бітті соларды қарғап, сілеп хат жазады, оңбаған, ұятсыздар деп. Яғни әр адам өзінің ойынан хабар беріп отырады. Бүгін тастау керек па, ертең тауып тастасақ болмай ма ақша дейді. Ертең уже сабақтың құны 7 мың теңге болады. Бүгін 6 мың теңгеден тіркеліп алғандарыңыз дұрыс болады. Егер плюс деп қойыңыздар. Ал енді Қырғызстан, Қарақалпақстан, Өзбекстан сіздерге мынау 8777 130 51 57 номеріне WhatsApp-қа мен байлық психологиясына қатысам деп жазсаңыздар болды. Ол сізге толық ақпаратты береді. Ең жақсы сабақ басталмай жатып, ертерек. Мысалы бізде 5 мыңнан алғашқы күн төлеген адамдардың ішінде әлі тіркелмегендер бар. Өзінің парақшасын білмейді, парақшаға тіркелуді білмей жатқандар бар. Сондықтан өтініш 24-не дейін толық тіркеліп бітетін болыңыздар. 20 сабақ басталған кезде Инстаграм блокқа кетпес үшін, басқаларға кесіріміз тимес үшін біз 26 күні бисмиллах деп бастап кететін болайық, достар. Сондықтан сабақ байлық психологиясы деп айтылады. Ішінде сату психологиясы, детский мышлениядан өзгерту, кедейшіліктен қорқа беру, ақша бітіп қалама деп қорқа беретін программаларды өзгерту, установканы өзгерту, ақшаған алдана берем, жинай алмайым деген позицияны өзгерту. Мысалы, кішкентай баланың қолына ақшаны беріп магазинге берсең, нан алып келіп, ол нан ғана алмайды, ол мармелад алады, ол шоколад алады. Өйткені ол ақшамен қарым-қатынасты білмейді, ол бәрін алғысы келіп тұрады. Бізде қазір жасы 40-қа келген әйелдер бар, магазинге барады, майонез алам деп кіреді, бірақ 10 пакет продукт алып шығады. Макаронды да алады, ананы да алады, мынаны да алады. Кішкентай позицияда керек болса да үйде қант бар еді ғой, сонда да ала береді, мысалы да. Өзінің жаңа бала кезіндегі позициясы өзгермеген, сол состояниеде қалып кеткен. Одан бөлек, мысалы, жаңағы әке шешесі кедейліктен қатты қорыққан, әбден қиындық көрген кезде біз неге сенбейміз? Ақшаны қалағанымызша таба аламыз деген установкаға өліп кетсек те сенбейміз. Өйткені біздің көз алдымызда ақша табудан қатты қиналған әке мен шешенің образы ғана бар. Біз бұндай кезде никогда мен ақша табамын деп ойламаймыз. Әке мен шешем азаннан кешке шейін жұмыс істеді. Ешқашан бір жарып, бір керемет киінген емес, бір қыдырған емес олар. Мен қайда барам деген ой бәрібір тұрады. Сондықтан да программа өзгермесе, установка өзгермейді. Установка өзгермей, ақша ешқандай да өзгермейді, достар. Инстаграмға қосты, сабақ ссылка қайда? Инстаграмда болды, сол жерде тыныш отырамыз. Инстаграмға қосылсаңыздар болды. Қыздар, сабақ қайда өтеді деп мына жерде 2 адам сұрады. Сабақ тікелей эфирде Инстаграмда жабық парақшада болады. Қайталап айтам, мынандай проект, 100 мың теңгелік проектті 6 мың теңгеге беру деген жылына бір рет болады. Бұдан кейін бұндай нәрсе жоқ. Шынымен де вот бай болғым келеді, шаршадым, табыстан шаршадым. Мен бірінші күні шыққанмын миллионерлерді іздеймін деп. Миллионер болғысы келетіндерді іздеймін деп ше. Давайте мына жерде мен сұрақ қояйыншы, кім миллионер болғысы келеді? Осы сабаққа қатысыңыздар. Просто 6 мың теңгеңізді қиыңыз дәл қазір. Өйткені
бүгіннен кейін 6 мың теңге тоқтайды да ертеңнен бастап 7 мың теңге болады. Тек бүгін тіркелу үшін ана плюсты бассаңыз, немесе плюсты басқандар, плюсты жазғандар, жазғандар. Сіздерге ссылка келмей жатса, 3-7-ні жазыңыз. 777 деп. Сол кезде сілтеме келеді, сіздерге. Сол ссылкамен тез тіркеліп үлгеріңіздер. Так, тіркеліп алдық дейді. Тіркелмеген кісілер, кім тіркелемей жатыр? Мен дейді. Кім тіркеле алмай жатыр? Мен дейді. Миллионер болғысы келетіндер ма? Миллионер болғысы келетіндерді іздейміз. Шынымен миллионер болғыңыз келеді ме? Қанша күн болды? 10 күн болады. 3 ай сақтала ма? 3 ай сақталады, 90 күн 90 сақталады. күн сақталады. Бала пайсасыз шығу бар ма сабақта дейді. Бар. 100% болады. Сіздер ақшасыз тегін кеңес беріп жатсыздар. Қыздар почти бұл тегін нәрсе. Ойлаңыздар, сонда Балқия Балтабай 3 мың теңгеге, Айнұр Тұрсынбаева 3 мың теңгеге сабақ өтейін деп тұр да. Бұл қазіргі мына заманда и так та біліп тұрсыздар. Бірақ сабақ от души, қыздар кәдімгі миллиондық құны бар сабақ аласыздар, ала бұйыртса. Давайте былай жасайықшы қазір мына жердеші. Мен екі бірдей адамға мынандай кітап сыйлағым келіп тұр. Бірақ білесіздер, қыздар қазір эфирдің барысында, давайте честно, ешкімді тексермей қойсын. Кім эфирде отыр? Астында тұрған самолетикті әрқайсыңыз нерде 666 адам отыр екен. Әрқайсыңыз 10 адамға таратып шығыңыздар. Просто самолетикті басып 10 адамға таратыңыздар да, комментарийге тараттым деңіздер. Соның ішінде біреуін аламыз да, тық кетеміз да, ақша және менді просто сыйлап жібере саламыз. Осы кітабымды білетіндер болса. Миллиардер болғым келеді дейді. Сначала миллионер болыңыз, одан кейін ары қарай миллиардер боласыз бұйырса. Мен дейді, тіркелгісі келетіндер қалай тіркелеміз дейді. Комментарийге 777 деп жазыңыздар. Мен бір кісімен сөйлесем, ол кісі 2018 жылы менің офлайн тренинг жасап жүрген кезде қатысқан екен. 2018 жылы қатысыпты. 18 жыл қатысып, сол миллиардқа жеткім келеді, миллиард деп, сосын ол сабақтан результат жоқ дейді, қатысып, сонымен бәрін тастаған. 18 болған 19, 20, 21, 22, 23, 24 жылдың аяқ жағында өзінің жолдас болған. Сол экотада ол тұрмысқа шыққан. Сөйтіп жолдасының баласы өте мықты бизнесмен болады. Сөйтіп жаңа жолдасының баласы жаңағы кісіге үлкен бір объектіні сыйлыққа беріпті. Сол объектінің сыйлыққа берген объектінің құны 2,5 миллиард теңге екен, миллиард теңге. Соны маған жазады да, үлкен қазір енді бизнесмен болып кеткен сияқты, соны айтады да, 18 жылы қатысқам деп, сол кезде қойшы осының бәрі өтірік, қанша тырыстап, қанша техника жасадым, каждый мечтағашын жасап істемегенді істегем дейді да. Қазір ойлап қарасам, сол 17 жыл жазылған түбі болады екен ғой дейді да, түбі келеді екен ғой дейді да. Сондықтан маған кітап ала алмай армандап жүрмін, кітабыңыз дейді, тараттым дейді. Шешім ғой сол. Мен өзгерем деген шешім қабылдайсың ба? Болды, алдыңнан осындай шанстар, мүмкіндіктер, білімдер шыға береді ғой. Тек қана шешім қабылдап, қыздар айттым ғой, просто біз сабақ береміз, ертең практикалар береміз, тапсырма береміз. Соны просто тупо пошагово жасаңызшы. Артық ештеңе істемей ақ қойыңыз, просто соны пошагово жасаңыз, артық сұрақ қоймаңыз. Жаса деген нәрсені тек қана ала бермей білімді. Алған білімге амал етіңіз да, жаса деген нәрсені жасаңыз сабақта. Сабақ алла бұйыртса 26 май күні басталады. 10 күн болады, 3 ай сақталады, инстаграмда жабық парақшада болады. Алла бұйыртса. Программа қандай? Программа байлық психология, сөзді аты айтып тұр ғой, қарызда жүрген, ипотекада жүрген, байықсы келетін, табысы қазір өспей тұрған кім? Просто бүйтіп айтайыншы, миындағы байлық жайлы образды кім кеңейткісі келеді? Соның барлығы қатысса болады. Сабақтың бағасы қыздар дәл қазір 6 мың теңге. Ертеңнен бастап 7 мың теңге болады. Негізгі сабақтың құны 100 мың теңге. Тура осы сабақ келесі рет өтетін болса, бұл 100 мың теңге болады бұйырса. Құндылық марафон мүлде басқа. Құндылық марафон бүкіл күйеуге де байланысты, ақша бәрі беріліп жатыр. Бұл тек қана ақшамен проблемасы бар. Кредиттен кредитке кіре берем, қарыз жабу маған қиын, үлкен ақша миым қабылдай алмайды, ақша жинай алмаймын, алданып қала беремін, или үлкен ақша табу мүмкін емес деп ойлаймын, ешқандай сенімділігім жоқ деген кісілер осы сабаққа қатысып, или болмаса мысалы саудан бар, басқа масштабқа шыққым келеді, шыға алмаймын, осы бір деңгейде қалып қалдым, бір жерде тұрып қалдым деген кісілер, жылжығым келеді алға деген кісілердің барлығы қатысу керек. Қарыздан, кредиттен құтылу үшін бірінші қарыз деген ойдан миды шығарып алу керек қой достар. Миың сенің қадалып тұр ма, бітті, ол сол жерде тұрасыз пока емес. Ми алып шығады. Мысалы үшін қараңызшы, мен ресторанға барсам ғой деп ойлаймын, сосын барып мен ресторанға жүріп бастаймын ғой, мен өзім екі аяғым далақтап жүріп кетпейді ғой, бірінші миыма ой келеді. Сол сияқты менің миымда қарыздан құтылуға деген сенімділік қалай ойлайды, қарыз өзі кетеді, ол өзі кетеді. Просто оны қазір сіздерге қарызбен қиналып тұрған адамға оқыш оп-оңай болса, елдің бәрі құтылып кетпей ма деп ойлайсыздар. Елдің бәрі мышлениені өзгерткісі келмейді, мәселе осында.
өзгере ма мышление? Бәрі өзгереді. Өйткені Аллахтың уәдесі бар. Қандай да бір қауым өздерін өзгертпесе, мен өзгертпеймін деп тұр. Өзіңді өзгерту деген фигураны өзгерту емес, кожаны өзгерту емес, көйлекті өзгерту емес, ойды өзгерту. Мгм. Тараттым дейді. Давайте біреуін беріп жіберейік, иә? Қане комментарий бар, не берші? Жоқ, бұл жерден шықпай қалады, ғой, мынау ғана шығады ғой қазір. Я полностью ачықты. Әсем, назач. Так, қыздар, қайталап айтамын, дәл бүгін осы эфирде ғана 6000 теңге. Кім осы сабақты үлкен 90% жеңілдікпен 100 теңгелік сабақты 6000 теңгеге дәл қазір акцияда эфирде отырып алғыңыз келеді? Ана комментарийге 777 деп жазыңыз, сізге сілтеме келеді. Егер ертең алсам бола ма дейді. Ертең алатын болсаңыз 7000 теңге болады. Бірақ 7000 теңгенің өзі, қыздар, разница 1000 теңге шығар, бірақ оның өзі өте үлкен жеңілдік. Бірақ мына эфирде дәл қазір шустрить ететін болсаңыз, тез тіркелетін болсаңыз, қыздар, бар болған 6000 теңгеге аласыздар. Сабақ 26 күні басталады. Неге 26 болып кетті дейді. Қыздар, көбірек адам қатыссын, сізде солай айтыңыз, сізге де бізге де солай қайырлы болсын, иә? Телефон беріңдерші, қыздар. Кім тіркелгісі келеді? Кім 6000 теңгемен тіркелгісі келеді? 4-7 жазбаймыз, қыздар. Бірдеңе айтса, біз сразу көп нәрсе жасауға тырысамыз да. 3-7 жазыңыздар болды. 7-7-7 деп 3 рет жазсаңыздар болды. Так, давайте былай жасайық. Мен мына жерде отырғандардың арасынан бір кітапты беріп жіберейін, иә? Тараттым деп жатқан кісілер, мен сіздерге сенем. Мен сіздер тексеріп жатқан жоқпын. Ешкім алдамайды деп ойлаймын. Таратпасаңыздар да тараттым деп жазбаңыздар. Ең кемі 10 адамнан артық таратқандар ғана жазсын мына жерге тараттым деп. Просто самолеттікті басып нені таратамыз дейді. Самолеттікті басып эфирді таратасыздар 10 шақты адамға. Окей? Ал кеттік. Кітап алмағандар алыңыздар, өкінбейсіздер ханымдар деп жатыр мына жақта. Машалла. Так, онда мен 777 деп жазып жатқандар, қазір сіздерге дайректеріңізге сілтеме келеді. Сол жерде екі бірдей ссылка келеді. Уже көзіңіз ашық адам шығарсыздар, иә? Түсініп алған шығарсыздар. Бірінші сілтеме Кассипейдікі. Сразу сол жерге 6000 теңге төлейсіздер. Сол чегіңізді астында екінші ссылка бар. Сол ссылкамен WhatsApp-қа жібересіздер. 777 деп жаза беріңіздерші. Что надо отправить дейді. Ана самолетпен екінші жібересіз. Самолеттіктің. Так, қыздар кеттік. 10 адамға жібересіз. Арай санаймыз. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Кім деп шықты? Суретке түсіріңізші. Назгүл Насиева. Так, Назгүл Насиева, кәсіпкер мотиватор дейді. Назгүл Насиева. Құттықтаймыз. Сіз Балқия Балтабайдың Ақ және мен деген кітабын просто таратқаныңыз үшін ұтып алдыңыз. Қыздар, құттықтаймыз. Бүгін мына сабақта, бүгінгі эфирде қыздар, бұндай сыйлықтар, аяқ астынан тарата салатын сыйлықтар өте көп болады. Сондықтан просто активно отырыңыздар, иә? 777 жіберіп атың. Одан Балқия анан айтып кетейік. Ертең 22-сі, 23 мамыр күні Балқия екеуміз керемет эфир болады. Қазірден будильник қойып қойыңыздар. Қаншама армандап жүрген армандарыңызға жеткізетін сол жерде бір дүние болады. Қазір айтпай ақ қояйық. Бір сюрприз айтамыз мамыр қазірден сюрприз болады. Енді мына тіркелген жер особенно. Вот реально бар ғой, ал Құдай енді біреудің бағын ашсын. Қазірден жазып қойыңыз 23 мамыр кешке 21:00 деп будильник қазір қойып қойыңыз. Міндетті түрде қатысыңыз. 23 мамыр тегін эфир болады. Сол кезде бір адамның үлкен арманын орындайды. Бұл сіздің арманыңыз шығар. Ол именно сіз болуыңыз әбден мүмкін. Балқия екінші кітапты беріп жіберіп, мен эфирден шығатын сияқтымын, өйткені мына жер менде қатып қайта екінші кітапты беріп жіберейік. Так, қыздар, былай жасайық енді. Мен былай жасайыншы. Екінші кітапты 777 деп жазғандардың арасынан сыйлайық біреуге. Яғни тіркелгендердің арасынан. Бәріңіз мына жерге 777 деп жазыңыздар. Мен тура жаңағы қыздар просто оп-оңай тура эфирде беріп жібереміз. 10-нан 9-ға дейін санаймыз да, просто метод тык дейміз да, біреуіңіз таңдаймыз, болды. Ал кеттік, 2 минут уақыт берейік. 21:38 болды. 2 минут уақыт берейік. Бәріңіз 777 деп жаза қойыңыздар. Бұл жерде қанша адам отыр? 600-ден аса адам отыр ма? Бәріңіз 777 деп жазыңыздар, мен күте тұрайын, өйткені жазып үлгеретіндер, үлгермейтіндер бар. Сабақ басталғанша Балқия екеуміз өте көп сыйлықтар атамыз, өте көп сюрприздер жасайтын боламыз. Сол кезде 7-8 9-мыңнан тіркелуге тура келеді, одан 6-мыңнан тіркеліп алыңыздар. Ертең көп деп қаласыздар. Келесі 23 күнге эфирде, енді білмеймін, біраз адам жылайды мына жерде. Біраз адам жылайтын эфир болады. Сол эфирден, қуаныштан ғой, енді шүкірліктен, шок болғаннан жылайды. Пока айтпай қояқ, 23 күні қазірден бастап будильник қойып, сол күні эфирге қалай да келіңіздер.
Сосын бар ғой мынау осы бүгін тіркеліп жатқан қыздар, сіздер как будто бинго татқан сияқтысыздар ше. Болды, бүгіннен кейін бұндай баға жоқ. Лично мен енді ешқашан бүйтіп бұндай 100 мың теңгелік құнды сабақты ешқашан бұндай 6 мың 7 мың деген нәрсеге беретін ойым жоқ. Мен тек қана бұдан кейін ала бұйыртса жаңа жеке консультациямен офлайн сабақтарға кетіп жатырмын. Сондықтан қыздар, пока күшті сабақтарды, свежий сабақтарды, свежий инсайттарды әсіресе сату мен қарызға байланысты. Терапия берейін деп тұрмын. Осы сабақта мен аудиотерапия беремін. Именно сатылымға байланысты. Кім сатылымын арттырғысы келеді? Қыздар, анау терапияны бар ғой, мен офлайн тренингіме қатысқандар бар мына жерде. Ана терапияны 21 күн тыңдайсыз ғой, иә? Болды, уже сіздің миыңыздағы ана образ өзгермей қоймайды иншалла. Кәдімгі даталы тіпті әрбір звугі солай есептелген. Бірақ 21 күн үздіксіз тоқтамай тыңдауыңыз керек ол терапияны. Шынымен де ештеңеден қорықпай, мықты продажник болам. Сосын менің клиенттерім де, клиент қатты әсер етеді ғой сіздің миыңыздағы. Менің клиенттерім де кәдімгі добровольный разы болатын, өңшең қарызға сұрайтын, өңшең ақшасы жоқ кедейлер емес. Клиенттерім нормальный болсын десеңіз, есіңізде болсын, ол да сіздің миыңыздағы нәрсе. Вот сол сату, мен сатушымын, клиент деген нәрсеге байланысты мощный аудиотерапия беремін, оны 21 күн тыңдайсыз. Вот осы нәрсені алғыңыз келсе, қыздар, еще күшті сатылым жасағыңыз келсе, миыңыздағы сату деген образды дұрыстағыңыз келсе, онда мына сабақта мен осы терапия беремін. Мына жерге комментарийге 777 деп жазыңыздар. Жаз болдыңыздар ма, жазып үлгермегендер бар ма? Мен мына жерде беріп жіберейін екінші кітапты. 777 деп бере берейік. Ал? 3 минут 3 өтті. минутты жібере берейік, иә? Так, мына телефоннан қарайын қазір. 777 деп басталған жерінен. Так, бәріңіз жазып үлгердіңіздер ғой, иә? 777 деп түгел жазыңыздар. Так, осы жазып жатқан кісілер қайтан ескерткен, қазір сіздерге сілтеме келеді. Мынау сілтеме босқа емес, қыздар, мынау шанс. Просто біздің бір поддержкамыз деп қабыл алыңыздар да. Бүгін соңғы күн, ертеңнен бастап сабақ 7 теңге болады. Сіздерге сілтеме келеді, 6 теңгемен тіркеліп үлгеріңіздер. Бүгін 12-ге дейін төлеп үлгерсеңіздер, онда 6 теңгеге үлгересіздер. Ал, кеттік онда. Бисмилля. Ештеңе сатпасаңыздар да ақша тапқым келеді деген адамдардың бәріне арналған сабақ қой. Қарызда жүрмін. Жалпы байлық туралы мен ойымды дұрыстағым келеді. Неден бастайды осы дұрыстауды? Елдің бәрі қоймады ғой осы деп ойлап жүрген шығарсыздар, иә? Просто қатысып көріңіздер. Бай болғыңыз келетін адам, миллионер болғысы келетін адам қатысатын сабақ қой. Ал, кеттік. Бисмилля. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бисмилля. Так. Мен скриндеп алайын. Сюзанна 89-85 дейді. Алла берекет, вы в потоке, Сюзанна. Так, Сюзанна деген кісі менмін деп жазыңыз, құттықтаймыз. Сіз ақша және мен деген сабақты ұтып алдыңыз. Қыздар, келесі біздің эфирде ала бұйыртса, мына ақша және менің 10-ын таратамыз, ала бұйыртса. Одан да бөлек енді мощный сыйлық болады. Бізде главный сюрприз бар. Сондықтан 23 күн қалып кетпеңіздер. Мына 777 жазып жатқан кісілер қайталап айтам. Қазір Инстаграмнан шығып кетпеңіздер. Сіздерге дайректеріңізге сілтеме келеді. Сол сілтеме арқылы бүгін соңғы күн 6 теңгеге тіркеліп үлгеріп қалыңыздар. Сразу чек жіберіп қойыңыздар и күтсеңіздер болды. Біздің қыздар сіздерді тіркейді. Ертең эфирге қатыссаңыз да, қатыспасаңыз да болды. Сізге уже ертеңнен бастап 7 теңге болады. Достар, 23 мамыр кешке 21:00-де түгел эфирде болыңыздар. Бір адамның кімге Құдай бұйыртып тұрғанын мен де білмеймін, оны Балқияда ешқайсымыз да білмейміз. Ол адамның өзі де білмейді, бірақ Аллах бір адамды ерекше шексіз қуанышқа бөлейді. 23 мамыр кешке 21:00-ден отписываюсь, Айнұр ханымна, вы не читаете дайрект, хорошо, отписывайтесь, ага, это ваш выбор. Сондықтан да, достар, 23 мамыр 21:00-де бәріңізді тікелей эфирге күтеміз. Ал сабаққа жазылғандар сіздерді құттықтаймыз. Алла қаласа, үлкен ақшаны қабылдаудың қандай оңай екендігін сол сабақта Сабақ түсінетін 26 мамыр күні боласыздар. басталады бұйырса. Алла қаласа, сәттілік.